Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай керемет таңғы ас, ағылшын таңғы асын бірге әзірлейік. Құнарлы, тойымды, демалыс күндері жақындарыңызға әзірлеп 5-6 сағатқа ас туралы ойламай, алаңдамай жұмыстарыңызбен айналыса беруіңізге болады. Оған қоса ерекше дәмді, көп уақытыңызды жұмсамайсыз. Ал олай болса кірісейік. Алдымен шұжығымызды осындай тілімдер жасайық. Сонда қуырылған кезде аппетитіңізді ашатын әдемі сызықтар пайда болады. Ветчинаны да кесіп дайындап аламыз. Қызанақты үлкен етті сортынан алсаңыз болады, не болмаса чирек санынан пайдаланамыз. Кесіп қуыруға дайындап қоямыз. Шампиньонды, яғни қозы құйрық саңырауағын жуып, сыртқа қарайған қабығын қолымызбен алып тастаймыз. Жіңішке бөліктерге кесеміз. Аздаған майда ет өнімдерін қызартып қуырып аламыз. Екінші табаңыз болса, параллельный саңырауқұлақтарымызды қуыра беруге болады. Сонымен қоса қызанақты да аз уақыттың ішінде тек сыртқы қабығын ғана қуырып, тұз, қарабұрыш себеміз. Жұмыртқаны да өзіңізге ұнайтындай етіп, қуырып, татымына қарай тұз, қарабұрыш себеміз. Сары майдан кішкене бөлігін алып табаға салып, нанымызды қытырлатып, екі жағынан қуырып аламыз, кептіріп аламыз. Енді асымызды тәрелкеге салып, жайбарақат асықпай, таңғы асымызды, шайымызды ішсек болады. Астарыңыз дәмді болсын, рецептін аса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп алыңыз.